Сәлем оқырман, арнама қош келдің. Бүгінгі видеода лава жапырағы әр үйде табылатын. Бұл лава жапырағының пайдасы тізбектеп айтсақ өте көп. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Лава жапырағының адам денсаулығына пайдасы өте мол. Лава жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатын. Біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лава жапырағы субтропикалық климаттан күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лава жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лава жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жеуден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емдеу курсы 2 апта. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сонда жағдайға тап болсаңыз, лава жапырағын арақ шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лава жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лава жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лава жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәресте де ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет, қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Бөлмеңізде хош иіс шығып тұруын қаласаңыз, лава жапырағын пайдаланыңыз. Ол үшін лава жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Және лава жапырағы адамның бойындағы тұздарды тазартады. Адам ағзасын тұздан тазартудың жолы көп. Соның ішінде оңай әрі тиімді жолы лава жапырағымен тазарту. Ол үшін 5 грамм лава жапырағын 300 грамм суға салып 5 минут қайнатып алып, содан соң термосқа құйып тұндырады. Тұнған соң термостан қайта құйып алып, ара-арасында үзіліс жасап, 12 сағатқа жеткізіп, там тұмдап жұтып тауысу керек. Бәрін бірден ішуге болмайды, себебі ішкі ағзаларға кері әсерін тигізіп, іштен қан кетуі мүмкін. Мұндай емді 3 күн жасайды. 1 апта үзіліс жасап, қайта жалғастыруға болады. Несептің түсі қызғылтанса және жарты сағат сайын келсе, таңданбаңыз. Бұл тұздардың өте тез ери бастағанның белгісі. Оған, яғни тұздың тез ери бастағанын бірер аптадан кейін-ақ көзіңіз жетеді. Буыныңыз қозғалтпай, ауа райы өзгерер алдында сырқырайтын болса, енді бұлардың бірі де байқалмайтын болады. Құрметті оқырман, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сәуле және лава жапырағы туралы қандай мәліметтер білесіз? Комментарийға жаза кетіңіздер.